Ертеде бір жолбарыс болыпты. Ол әрқашан мен күштімін, мен ештеңеден қорықпаймын деп мақтанады екен. Бір күні кетіп бара жатып, гүлге қонып сайрап отырған бұлбұлды көріпті. Кет қазір менің гүлімнен, болмаса мұлжа-мұлжыңды шығарамын. Депті жолбарыс қаһарланып. Біраз сайласам қайтеді? Жолбарыс: Мен саған сайлағанды көрсетейін. деп ұмтыла бергенде, бұлбұл пыр етіп ұша жөнеліпті. Жолбарыстың қолына гүлдің тікені кіріп кетіпті. Ол зар қағып, басын тауға да, тасқа да ұрыпты. Тікенді еш суыра алмапты. Бір-екі күннен кейін қолы ісіп кетеді. Жанын қойырға жер таба алмай, көзінің жасын көл қылып жылап отырғанда, қасынан өтіп бара жатқан құйын көріп қалыпты. Жолбарыс аға, неге қапаланып отырсың? Қолыма тікен кіріп кетті, суыра алмадым. Ой, жаным-ай! Жүріңіз, мен сізді досымның үйіне алып барайын. Тікеніңізді инесімен оп-оңай суырып тастайды. Деп оны Жайраның үйіне бастап келіпті. Жайраға болған оқиғаны айтыпты. Менің инелерім тікен шұқылау үшін емес, жауымнан қорғану үшін керек. Жүріңіздерші, мен сіздерді бір танысымның үйіне алып барайын. Ол тікен тұрмақ етіне бойлаған найзаны да алып береді. Деп аюдың үйіне бастап барыпты. Аю мән-жайға қаныққан соң: Ондай майда нәрсе менің тіліме де қолыма да ілікпейді. Оның үстіне көзім де көрмейді. Енді не істесек екен? Айтпақшы, тікен де ағаш қой, солай емес пе? Ендеше мен сіздерді сондай іспен шұғылданатын танысыма алып барайын. Аю екі қонағын піл палуанның үйіне бастап барыпты. Болған оқиғаны айтып беріпті. Егер жолбарыстың қолына қада кіріп кетсе, суырып ақ тастар едім. Тікенді алу үшін ептілік керек. Жақсы, мен сіздерді суда тіршілік ететін досымның үйіне алып бара қояйын. Бәлкім соның қолынан келер. Депті піл. Бегамот судан тұмсығын ғана шығарып жатыр екен. Келе жатқандардың дыбысын естіп: Бұл кім? деп дауыстапты. Аман саулықтан кейін аю бар оқиғаны айтып беріпті. Дұрысы, мен сіздерге танысымды шақырып келейін. Ол тістеген нәрсесін жібермейді. Бәлкім сол алпыстар. Депті де суға сүңгіп кетіпті. Арада бірер минут өтер-өтпестен қотыраунды бастап келіпті. Қотырау мән-жайды Бегамоттан естісе керек. Судан басын шығарысымен: Анау бақта бұлбұл бар. Ол өте мейірімді құс. Барып өтін, оп-оңай алып тастайды. депті. Бәрі жиналып бұлбұлдың үйіне барыпты. Бұл осы ертегіміздің басында айтқан бұлбұл екен. Ол жолбарысқа ләм-мим демей, тұмсығымен тікенді алып тастапты. Жолбарыс өзінің өткендегі өрескел ісіне қатты ұялып, бұлбұлдан кешірім сұрапты. Бұлбұлжан, мені кешірші, өткендегі ісім дұрыс болмады. Ештеңе етпес, жолбарыс мырза. Бірге келгендердің бәріне ризалығын білдіріпті. Олармен бірге ойын-сауық құрыпты. Ал бұлбұл өз жәрдеміне риза болып, ұзақ уақыт құйқылжыда сайрапты. Міне балалар, осымен біздің бүгінгі ертегіміз аяқталды.